Мен Ержан Амангелді. Санжар Жандосов атындағы Қаскелең техникалық колледжінің дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша 3-ші курс студентімін. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты біз қашықтықтан оқып жүрміз. Алдымен, яғни іске кіріспес бұрын техникалық қауіпсіздік ережелерін еске түсіріп өтсек. Алдымен арнайы киімдер, яғни қолғап және де арнайы киімдерді киіп аламыз, және де жұмыс орнының дымқыл болмауына көз жеткізіп, сонымен қатар жанғыш заттардан алшақ орналасуына көз жеткізіп, жұмысты бастаймыз. Сонымен қатар арнайы көзілдірікті тағамыз. Бүгін бізге өндірістік оқыту шебері Қалиев Қайраттың Платоновқа жіберген тапсырмасы бойынша әртүрлі қалыңдықтағы металдарды дәнекерлеу. Бүгін мінекей мен өзіміздің арнайы тұрмысқа қажетті, яғни арба сынып қалған аяғы, ол әртүрлі қалыңдықта металды газ жалынымен дәнекерлеймін. Яғни өзіміздің үйге, яғни тұрмысқа қажетті металды біріктіріп, өздеріңіз көріп отырғандай сынған, соны біріктірмекпін. Ендеше бастаймыз. Мен Ержанның мамасымын. Балам Қаскелең қаласындағы Санжар Жандосов колледжінде оқиды. Сварщик мамандығында 3 жыл оқыды. Төтенше жағдайға байланысты берілген тапсырманы үйде орындап жатыр. Үйде тұрмысқа қажетті заттарды сваркілеп тәжірибе алып жатыр. Жұмыс кезінде әкесі күнделікті қадағалайды.